Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма тіркеліп жазылып кетіңіздер. Менің YouTube каналымда көптеген керекті мағлұматтар бар. Тағам түрлері, денсаулыққа қатысты. Бүгін біз қауыннан және қойытылған сүт үзгіш шөңкеден мороженое балмұздақ жасайтын боламыз. Бар жоғы құрамында 2 зат бар, сол балмұздақ пен қауын. Мынау қатырылған түрі. Қазір видеоның соңына дейін көрсеңіздер, қалай жасалынатыны көрсетіледі. Морозильникке салып қатырып қойдым. Дәмі енді өте керемет, тура магазинде сатылатын қауын балмұздақтарынан ешқандай кем айырмашылығы жоқ. Сол балмұздақтың дәмі, магазинде сатылатын балмұздақтың дәмі тура. Жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Бізге керегі қауынды осылай түбін кесіп алып тастаймыз. Кез келген қауын жарай береді. Қауын болса болды, кез келген қойытылған сүт үзгіш шөңкеде жарай береді. Осылай 2-ге бөліп аламыз қауынды. Жасап көріңіздер, балдар деген таласып жеп қойды. Тағы жаса деп. Мынадан 2-3 стакан одноразовый и 2 қауашақ шықты ғой. Міне осылай дән тазалап алып тастаймыз. Дән тазалап алып тастаймыз. Екіншісі, бұның да дәнін алып тастаймыз. Енді қасықпен немесе пышақпен қалай ыңғайлы, солай осылай ішін ойып алып, осы қауынның ішіне сақтай береміз, қала береді. Осылай ойып аламыз да, қасықпен немесе пышақпен. Мінекей дайын болды. Суын төгіп тастау керек. Суы бар ішінде. Мен сол суын төкпеппін, суын төктім. Қазір қасықпен былай қазып алған өзінде, қазір пышақпен кескенде де су шығады. Суын төгіп тастасаңыздар болады. Әйтпесе суы да мұз болып қатып қалады. Ол да лишний сұйықтық болып саналады. Қауынның өзі так сулы. Мен екеуін де істеп қойдым. Енді бұны холодильникке емес, морозильникке қоямыз. Ыдысқа салып қойсаңыздар да болады. Мен қауынның несіне салдым, өз қабығында тұра берсін деп, осымен салып қойдым морозильникке. Енді мінекей дайын болды, мұз болып тұр. Бізге керек үзгіш шөңке, кез келген қойытылған сүт. Қатып тұрған қауынды ыдысқа салып аламыз. Ыдысқа салып, блендермен езетін боламыз. Мінекей бәрін салып алайық. Мына ыдысқа сыйғанша саламыз. Сыйғанша салдым, үстінен осы үзгіш шөңкені құямыз. Қауында тәтті, үзгіш шөңкеде тәтті. Балдар өте жақсы жейді. Үзгіш шөңкенің дәмі білінбейді. Только қауын істеп жеп көрсеңіздер, дәм деген керемет. Осылай блендермен еземіз. Осылай қоюланады. Каша сияқты болады.
мына екіншісі, екінші қауындың ішіндегі қауындарды алып ыдысқа саламыз. Қатты болып тұру керек, сол кезде жақсы қоюланады. Қауын қатты болу керек. Сол кезде жақсы қоюланып, жақсы балмұздақ шығады. Негізі ыдысқа салып сақтасаңыздар, сол жақсы. Мінекей дайын болды. Үстіне енді қойытылған жаңағы сүт, сгущенканы қосамыз. Жаңағы біріншіден қосқаннан қалған сгущенка. Енді екінші банка сгущенканы қосып жатырмын. Осылай блендермен еземіз. Мінекей блендермен езгеннен кейін осылай болып шығады. Каша тура балмұздақ болды. Бұларды ыдысқа құйып. Менде мынандай одноразовый стакан болды, бірақ балмұздақтың таяғы болмай қалды. Құрайшын осы неге стаканға құйып қоя салдым. Егер балмұздақтың таяғы болып жатса, ішіне салып қойсаңыздар болады, алғанға ұстап жегенге ыңғайлы болады. Мен жай ғана құйып қоя салдым, таяғы болмады, осылай құйып қойдым. Екінші стаканға және қалғанын қауашаққа құямыз. Соң бетін жауып қоямыз. Холодильникке емес, морозильникке қоятын боламыз. Осылай сілкіп жіберсеңіздер, ұрып. Қауашаққа құямыз, аузын жауып, морозильникке салып қоямыз бір суткаға. Суткаға уже сәл қатайғаннан бастап ұстап көресіздер ғой. Егер қатайса алып жібересіздер, егер сұйық болып тұрса, тұрады сутка, бір сутка. Менде осылай 2 қауашақ, 2 одноразовый стаканмен шықты. Жасап көріңіздер қыздар, жасалу өте оңай. Мен жасалып алып, жеп, дәмін татып көрдік, өте тәтті дәмі. Керемет болған. Мына таяғы болмай қалды балмұздақтың. Мінекей сап-сары болып, ас болсын, жасап көріңіздер.